Соқыр сенімнің жетегінде жүріп, Сирия асып кеткен жандардың бәріне ортақ бір өкініш бар. Ата-анасының үмітін таптап, перзентінің балалық шағын бүлдірген үшін тек өздерін кінәлі санайды. Қазір мамандар жусан операция шеңберінде елге оралған отандастарымызды қоғамға бейімдеу жұмысын қарқынды жүргізіп жатыр. Жат ағымға жан тәнімен беріліп кеткен 600-ден астам адамның бетін бері қайтару оңай шаруа емес. Атыс шабыстың қақ ортасынан келген олардың кейбірі көрген сұмдықтарын әлі күнге дейін ұмыта алмай жүр. Келесі сюжеттің кейіпкері де небәрі 4 ай бұрын 5 баласымен Шам жерінен оралыпты. Ол үшін бастан кешкен қиындықты еске алу ауыр. Тілшіміз Шынар Асанқызы соғыс көрген жандардың алған сабағын саралап көрді. Постоянно военныйлар кіріп, әйелдерді ұрып, соғып, алып кетеді, туалетке отырғызып қояды, айлап. Женщины выходили несколько раз замуж. Қайтарылған балалардың басым бөлігі шетелде туған, оның басты себебі әйелдердің содырлармен жиі некелесуі болып табылады. Баста деген балалардың өзі бір тарс еткен бір нәрсе естісе, бомба түсіп жатыр ма деген сияқты сондай қорқыныштар болды. Жолдасым бірінші кетті, ол сонда болған кезде маған звондап айтты: мен Египетке оқуға барамын, сен кел, үйде отырасың, мен оқимын деді. Дайын отыр, саған қазір менің достарым келеді, самолетке отырғызып жібереді деді. 2 досы келді, мен оларды бұрын көрмегенмін, солар мені отырғызып жіберді. Ол жерде өте көп қазақтар болды, бізді бір үйге алып келді, көп әйелдер Қазақстанның әр қаласынан. Сосын еркек адамдар кетті бірінші рейспен, сосын екінші рейспен әйелдерді жіберген кезде мен де соның ішінде бар еді. Границадан өткеннен кейін там беженцилар отырған кезде түсіндім. Уже арқаға жыл жоқ. Күйеуіме айтсам, баламды алып өзімді шығарып жіберуі мүмкін. Не вернулись. Бір күн күйеуім кешкісіне үйге оралмады, қайтыс болыпты. Ертесіне денесін әкеліп жерледік. Ал күйеуі қайтыс болған әйелдер жесірлер үйін паналайды. Осы кезде мен елге қайту жолын қарастыра бастадым. Ол жерден шығу үшін 3000 ақш доллары қажет болды. Елдегі жалғыз анамның ондай ақша жіберетін мүмкіндігі жоқ еді. Оның үстіне бұл өте қауіпті әрекет болатын. Өйткені кез келген жерде оққа ұшуы мүмкін. Аман өткен таныстарымыздың өзі шекарада қолға түсіп, кері қайтарылды. Ұсталып қалсаң өмір бойы қара тізімге енгізіп, түрмеге жауып тастауы мүмкін. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін ол жақта қиын болды маған. Біріншіден күйеуім жоқ болса, ол жерде қиын. Тамақ жағынан, егер мен көшеге шықсам, неге көшеге шықты деп айтады. А маған көшеге шығу, енді 3 балам бар, тамақ керек, балаларды далаға шығару керек. И они сразу мені өсектейтін, бетін, көзін ашып шықты, қолын ашып шықты. Мен пришлось мне 2 раз замуж выйти. Оларда қорқыныш болды. Олар баста ашылып сөйлеспеді. Тек өмірлерін ғана жай ғана айтып өтті. Көп ашыла қоймады. Өйткені бізді қоғам қалай қабылдайды, халық бізді қалай қабылдайды, біз ертең бұл қоғамда бейімделе аламыз ба деген сияқты, өміріміз не болады деген сияқты көптеген қорқыныштар болды. Түсіндіру жұмыстарын тыңдамай, мойындамаймын деген ондайлар да кездеседі, жасыратын жоқ. Бұл әрине өте күрделі тақырып. Бізде де біз дін істері басқармасы арқылы арнайы теологтарымыз бар, арнайы осы азаматшалармен тікелей теологиялық жұмыстарын жүргізіп келе жатыр. Дети, которые до 10 лет, они многие дети уже не помнят те события. 10 жасқа дейінгі балалардың көбі Сириядағы күндерін қазірдің өзінде ұмытып қалған. Ал 10-15 жас аралығындағы жеткіншектердің жағдайы қиындау. Олармен жұмыс істеу де оңай емес. Өйткені білім жағынан қатарластарынан әлде қайда қалып қойған. Ес білген шағында соғыстың ортасына түсіп, өте ауыр психологиялық соққы қалған. Сондықтан қоғамға бірден бейімделіп кетуі қиын. Біз әлі күнге дейін олармен жұмыс істеп келеміз.
Есть разговоры, что нас дарили друг другу, что нас продавали друг другу. Біз туралы сыртымыздан бірнеше рет тұрмысқа шықты, бір ер адам екіншісіне сатып жіберді, сыйға тартты деген әңгімелер айтылады. Шын мәнінде ол жерде өз қауіпсіздігіміз үшін күйеуге шығуға мәжбүр болдық. Өйткені эвакуация кезінде сені сол жерден алып шығатын ер адам міндетті түрде керек болады. Ол кезде саған да, сенің балаларыңа да ешкім қарамайды. Бомба қойылған жерде қалып қойған әйелдер де болды. Кейбір әйелдер бүгін тұрмысқа шықса, күйеуі ертесіне қайтыс болады. Осылайша олардың қайтадан тұрмысқа шығуына тура келеді. Бастапқыда сен дінді қалай үйренсең, негізі көбіне сол бағытта кетесің ғой. Енді олардың орталары дұрыс болмады. Және ол жаққа барғаннан кейін ол жақта қаншама ағымдар болды. Міне сол ағымдарды көріп, олар өз қатты шатысты, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін де біле алмады. Бұның бәрі негізі айналып келгенде діни білімнің сауатсыздығынан болып жатқан нәрселер ғой. Жусан операциясының 5 кезең шеңберінде Қазақстанға 607 адам қайтарылды. Оның ішінде 37 ер адам, 157 әйел және 413 кәмелетке толмаған балалар. Оның ішінде 34 жетім. Мама вот написала. Бір күні анам Қазақстаннан арнайы топтың келген айтып хабарлама жазды. Қақпаның алдына бар, сен туралы бүкіл мәліметті бердік, тізімде барсын деді. Біз отырған күрттер лагерінің территориясы өте үлкен. Келсем қақпалды қаптаған адам. Есіктегі күзетші түрін қазаққа ұқсамайды деп сыртқа шығарғысы келмеді. Құжаттарымызды шекарадан өтерде жағы жібергендіктен қолымда дәлелдейтін ештеңе болмады. Амалда біздің жасақ отырған жерге жеттім. Олар тізімнен аты жөнімді дереу тауып алды. Балаң болса тез алып шық деді. Бізге жылы шырай танытып өте жақсы сөйлесті. Өзім таңғалдым. Елге әкеліп жазалай түрмеге жабады деп ойлағанмын. Бәрі керісінше болды. Адасқан адамдар өкінішке орай әлі бар Қарағанды облысында. Енді республика бойынша алатын болсақ, сондай күрделі аймақтардың біріне жатамыз. Басында қайғысын, видео арқылы болсын, статус арқылы болсын, цитат арқылы болсын, олар білдіріп отырады. Міне сондай жағдайда олар сондай жастарды, сондай адамдарды бірден қармағына түсіреді. Соғыс ошағында қалып қойған қазақстандықтарды елге қайтару бір күндік жұмыстың нәтижесі емес. Жусан операциясы тек елдің қауіпсіздік тарихында ғана емес, халықаралық деңгейдегі ауқымды шараның бірі болды. Бастысы миссия орындалды. 600 адамның аман-есен атамекенге оралуы соның дәлелі. Десе де, Даиштың қатарында әлі де 30-ға жуық қазақстандық бар. Сирия түрмелерінде тағы 15 шақты отандасымыз отыр. Жусан операциясы біздің елдің қауіпсіздік тарихында ғана емес, халықаралық деңгейдегі ауқымды шара. Өйткені соғыстың қақ ортасынан азаматтарды аман-есен алып шығу бұл бір күндік жұмыстың нәтижесі емес. Десе де, Даиштың қатарында әлі күнге дейін 30-дан астам қазақстандық бар. Тағы 15 шақты отандасымыз Сирия түрмелерінде отыр. Бәлкім, олардың да отанына аман-есен оралып, Жусан иесін ескейтін күні туар бәлкім.